26 метрлік екі жіп кесеміз және 28 метрлік екі жіп кесеміз. Олардың да ортасын осылай белгілеп қоямыз. Мысалы, мына арада 26 метрлік жіп болса, бұның жартысы мына жері 13 метр. Мына жіп 28 метрлік жіптің ортасын белгіледік. Бұл 14 метр мына ортасы. Сонда екі жіп 28, екі жіп 26 метр. Мына жерін әдейі мен мынандай маркермен розовый белгілеп қойдым. Сіздер басқа бір жіппен белгілесеңіздер болады. Бұл ең ұзын жіп болып саналады. Енді міне 5 метрден кесіп алған 10 жібіміз. Мына ортасы соның осылай ілеміз. Оның үстіне жаңағы 26 метрлік екі жіпті ілеміз. Одан кейін үстіне 28 метрлік жіпті ілеміз. Бәрі ортасынан. Енді қазір біз осыдан петляны тоқитын боламыз.